мынау тұрған аржағында ол жаңа жол, бұрынғы Қосқопа ауылы. Өзі Абай совхоз болған. Мына жер міне Жалаңаш көл деп аталады. Бұрын осы қуғын сүргінге отанын сатқандардың әйелдері деп барлығын осы жерге алып келді. Алжир мемориалдық мұражай бар қазір. Сол жерде осы барлық жан-жақ ұлттардан, әр ұлттардан алып келіп, осы жерде міне Жалаңаш көлінің бойынан қамыс тергізіп, қуғын сүргінге ұшыраған адамдардың бәрі осы жерде болған міне. Мына жерде бірнеше мынау қазіргі Ақмола ауылы, бұрынғы Малиновка деп аталады. Осы жердің өзі бір 26-шы точка дейді. Сол заманда қазір қарап отырсаңыздар міне осы жердің барлығында сол кездегі қуғын сүргінге ұшыраған тұлғалар, адамдар, солардың әйелдері барлығы осы жерде қара жұмыс атқарған, қаншама адамның өмірі қиылған жер.